Қайырлы күн, достар. Хал жағдайларыңыз қалай? Бүгін кезекті сабағымызда ғажайып планета деген тақырыппен бастаймыз. Біздің бүгінгі сабағымыздың мақсаты төмендегідей. Бүгін біз суреттер арқылы тақырыпты болжаймыз. Оқылған мәтін негізінде нақты ақпараттарды анықтауға бағытталған сұрақтар құрастырамыз және де септік жалғауларын мәтін ішінде қолданып үйренеміз. Балалар, суреттерге мұқият қарайықшы. Бұлар кімдер? Бірінші суретте кім бейнеленген? Әрине, Қазақтан шыққан тұңғыш ғарышкер Талғат Мұсабаев. Екінші суреттегі ғарышкердің есімі кім еді? Иә, бұл Тоқтар Әубәкіров. Және де үшінші суретте біздің ғарышкеріміз Айдын Аймағамбетов белгіленген екен. Балалар, бұл үшеуінде не нәрсе байланыстырады? Қалай ойлайсыңдар? Меніңше, үшеуі де бала күнінен аспан әлемін көрсем деген, ғарышқа саяхаттасам деген, ғарышкер болсам деген үлкен арман біріктірген сияқты. Осы қиялдары, осы армандары олардың еліміздің көк байрағын желбіреткен керемет ғарышкер болуына жол ашты. Ғарышкер болу әсте оңай емес. Алайда осы үш ер азамат халықтың қаһарманы ретінде біздің елімізді ғарыш әлемімен байланыстырды. Ғарыштың әлі де ашылмаған сырлары өте көп. Сондықтан сендердің де қиялдарыңа қанат бітіп, алдағы уақытта сендер сияқты азаматтардан, азаматшалардан ғарышкер шығады деген үміттеміз. Иә, бұлар планеталардың сырын білгісі келіп, ғажайып әлемге саяхат жасады. Олай болса біз бүгін сіздермен Талап Сұлтанбековтың ғажайып планета шығармасынан шағын үзіндісін оқып, сабағымызды бастайық. Балалар, берілген мәтін сіздердің кітаптарыңыздың 77-ші бетінде берілген. Сондықтан менімен бірге оқыңыздар. Бұл аталған шығармадан үзінді. Оразов Байқоңырдың жолына ең таяу деген қос жұлдызды шоғырына бұрылуға ұйғарды. Ол небәрі 17 планетадан құралған. Қос жұлдыз егіз күнді іспеттес. Екеуінің дәл ортасынан орбита сызып, бір алып сарғыш планета айналып жүр. Екі күн ата-анасы, ал ана планета олардың кенжесі тәрізді. Екі шырақтың нұрлы сәулесіне бөленіп, ерекше жарқырайды ол. Бүкіл әлемдік тартылыс заңның ең бір ғажап қасиетін бір өзі пайдаланып тұрғандай. Қай жағында болсын, мәңгі жарық, бір келкі мәңгілік температура. Шіркін, үстінде өмір бар ма екен? Жоқ па екен? Оразов Байқоңырды дәл осы планетаға бағыттады. Экипаж мүшелері үнсіз ишаратпен бұл шешімді мақұлдағандай. Тек еркек кибер алақанын соққылап қуанып қалды. Алақай, жаңа планета көреміз. Оның бұл қуанышы орынды да еді. Оған себеп космос заңы бұлжымас қатал заң. Қандай бір экспедиция болмасын, оқыстың орталық космос станциясының бұйрығына сөзсіз бағынуы тиіс. Айрықша бір төтенше жағдай болмаса, белгіленген маршруттан ауытқуға ешкімнің правасы жоқ. Оразовтың оқыспен байланысуға уақыты болмады. Электрондық ми аса бір үлкен қауіп болмаса, космос кемесіне қону керек екенін айтпайды. Экспедиция жинап қайтқан материалдар өте құнды еді. Оны аман-есен адамзат ұрпағына жеткізу бұлжымас борыш. Тура жолдан ауытқудың кесапаты молақ.
Кеме уақытта ұмытылады. Жанар отыны таусылады. Балалар, бұл шығарма ғаламторда бар. Егер осы фантастикалық әңгіменің ары қарай не болған және олар қалай сапарға шыққанын білгілерің келсе, толығын оқып алсаңдар да болады. Ал енді бүгін біз осы мәтін бойынша жұмыс жүргізетін боламыз. Жұмыс жүргізбес бұрын біз грамматикалық тақырыбымыз септік жалғауларын бір қайталап өтейік. Балалар, қазақ тіл білімінде 7 септік бар. Онымен сіздер бастауыш сыныптан таныссыздар. Яғни атау септік кім не деген сұраққа жауап береді, ілік септік кімнің ненің деген сұрағына жауап беріп, ның, нің, дың, тің, таң деген жалғаулар жалғану арқылы жасалады. Барыс септік кімге, неге, қайда деген сұрақтарға жауап беріп, ға, ге, қа, ке жалғаулары арқылы жасалса, табыс септік кімді, нені деген сұрақтарға жауап беріп, н, н, д, т деген жалғаулар арқылы жасалынады. Ал жатыс септік кімде, неде деген сұрақтарға жауап беріп, да, де, та, те деген жалғаулар арқылы жасалады екен. Шығыс септік болса, кімнен, неден деген сұрақтарға жауап беріп, нан, нен, дан, ден, тан, тен деген жалғаулар арқылы жасалады. Ал көмектес септік кіммен, немен деген сұрақтарға жауап беріп, мен, бен, пен деген жалғаулар арқылы жасалады екен. Балалар, біз оқу жылының басында сөздерді септелу туралы қайталаған болатынбыз. Сол кездерде сіздердің білімдеріңіздің бар екенін білемін. Сондықтан сөздерді септеу сіздерге қиындық тудырмайды. Мәселен, атау кім, әке, ілік кімнің, әкенің, барыс кімге, әкеге, табыс кімді, әкені, жатыс кімде, әкеде, шығыс кімнен, әкемнен, көмектес кіммен, әкеммен. Олай болса балалар, сіздер кез келген зат есімнің қай септікте тұратынын ажырата алады деген ойдамын. Олай болса бүгінгі берілген оқу тапсырмасын орындайық. Жаңағы берілген оқу мәтіні бойынша нақты ақпараттарды анықтауға бағытталған сұрақ құрастырыңдар. Мысалы, қос жұлдыз шоғыры неше планетадан құралған? Жауабын жазбаймыз, тек қана сұрақтар құрастырамыз. 5 сұрақ құрастырайық. Екінші, оқылым мәтініндегі септік жалғаулы сөздерді теріп жазып, қай септікте тұрғанын анықтаңыздар. Балалар, ішінен тек қана кім, не деген зат есімнің сұрақтарына жауап беретін сөздерді ғана жазып, қай септікте тұрғанын ажыратайық. Балалар, бүгінге осы. Сіздерге сәттілік тілеймін. Сабаққа белсенді қатысады деген ойдамын. Рахмет, сау болыңыздар.